Баршаңызға сәлем, сіздермен ләззат. Бүгін қытырлақ болып шығатын қиярларды банкаларға жабатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қиярларды 2-3 рет таза суда қайтара жуып аламыз. Одан кейін үлкен ыдысқа су құйып, үстінен тұз салып, қиярларды осылай екі жанынан кесіп 3-4 сағатқа тұз суға салып қоямыз. Одан кейін барлық өнімдерді жуып, тазалап, турап, дайындап аламыз. Қандай өнімдер керек екенін видеоның төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Бөлек ыдыста банка крышкаларын бірнеше минут қайнатып аламыз. Жуып дайындап алған банкаларымызды да жеке-жеке қайнап тұрған суда парить етеміз. Енді банканың ішін толтыруды бастаймыз. Ең алдымен сарымсақтың 4-5 данасын саламыз. Одан кейін кезек-кезек қиярларымызды саламыз. Егер қиярлар үлкен болса, ортасынан бөліп салсаңыздар болады. Болгар бұрышынан 2 данадан салдым. Жапырақтарымызды саламыз. Осы қияр жабуда пайдаланатын хрен жапырақтары қиярдың қытырлақ болуына әсер етеді. Ал аскөк укроптар қиярдың суына керемет дәм береді. Барлық қиярларымызды осылай банкамызға салып, толтырып аламыз. Егер қиярларыңыз өте кішкентай болатын болса, 1 литрлік банкаларды да пайдалансаңыздар болады. Менде қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа қиярлар 6 килограммдай қиярдан 2 литрлік банкадан 5 банка толды. Осындай болып, сырт көрінісі әдемі болып шығады. Енді барлық банкаларымызға қайнап тұрған судан құйып шығамыз. Су құйғаннан кейін қақпақтарын жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін осындай арнайы крышканың көмегімен банкадағы суды төгіп тастаймыз. Бұл суларды қайта пайдаланбаймыз. Банкаларымызға қайнап тұрған судан тағы да құямыз. Крышкасын жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін банкадағы суды таза ыдысымызға құямыз. Бұл құйып алған суымызды отқа қойып, қайтадан қайнатамыз. Суымыз қайнағанша банкаға керекті қалған өнімдерді саламыз. Қара түйір бұрыштан 1 қасық, аспирин дәрісінен 2 литрлік банкаға 2 штуктан саламыз. Егер банкаларыңыз 1 литр болатын болса, 1 таблетка, 3 литр болса, 3 таблеткадан салып шығыңыздар. Ас тұзы да дәл сондай мөлшерде 2 литрлік банкаға 2 ас қасықтан салдым. 1 литрлік банкаға 1 ас қасық, 3 литрлік банкаға 3 ас қасықтан салыңыздар. Сондай-ақ лавр жапырағын салсаңыздар болады. Біз лавр жапырағын ұнатпағандықтан салған жоқпын. Суымыз қайнады. Дайын болып тұрған банкаларымызға қайнап тұрған суды құйып шығамын. Қатты толтырып құюдың қажеті жоқ, өйткені уксус құямыз. Барлық банкаларға суды құйып болғаннан кейін 70% уксусты 1 кішкентай қасықтың көлемінде құйып шықтым. Енді банка жапқыштың көмегімен крышкаларымызды бұрап аламыз. Крышкасын жауып болған соң банкамызды кішкене аунатып аламыз. Ішіндегі тұз, аспириндер біркелкі араласуы қажет. Дайын банкаларымызды төңкеріп, бетін жауып 1 түнге қалдырамыз.
осымен қыс мезгіліне арнап жабылған қытырлақ болып шығатын қиярларымыз дайын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де осы әдіс бойынша дайындап көріңіздер. Сәттілік!